Баршаңызға қайырлы күн. Менің есімім Мұхаммед Али. Мен осы Тайпа платформасының негізін қалаушысымын. Осы видеода біздің платформаны қалай пайдалану керек екенін көрсетіп шығамын. Қалай тіркелу керек, жаңа өзі ақпаратты енгізу керек, мысалы өзіміздің ата-бабаларымыз туралы. Көріп тұрғаныңыздай, осы платформамыз 3 тілде қолжетімді, және де осы қазақ тілін таңдау үшін осы KZ батырмасын басамыз, және шежірені қарап шығу үшін осы шежіре батырмасының сілтемесін басып, осы жерде ақпаратты қазіргі түрінде енгізілген ақпарат бойынша көре аламыз. Енді қалай тіркелу керек екенін көрсетіп шығайын. Осы басты бетте тіркелу батырмасы бар, алайда астында қарап шықсаңыз платформа бойынша ақпарат бар. Және де осы астында біздің командамыз туралы ақпарат, және мына жерде мақалаға сілтемелер. Тіркелу үшін тіркелу батырмасын басып, мына жерде emailді енгіземіз. Телефонның номерін енгіземіз. Және де құпия сөзді енгіземіз. Содан соң тіркелу батырмасын басамыз. Поштамызға өтсек, осы поштамызға 2-3 минуттың ішінде кодпен бізге хат келу керек. Мені көріп тұрғаныңызда ақпарат деген тайпа тіркелуі. Осыған басасыз, және де осы тіркелуді аяқтау үшін осы сілтемеден өту керексіз. Осы сілтемеден өткен соң бұл парақшаны жауып, осы тайпа сайтына өтесіз. Ал енді өзіңіздің жеке кабинетіңізді ашу үшін осы кіру батырмасына басып, бағанағы тіркелген ақпаратты енгізесіз. Көріп тұрғаныңыздай, мына жерде жеке кабинет деген батырма пайда болды. Енді осы шежіре бетінде мына жердегі қазіргі енгізілген ақпарат көрінеді. Алайда, мысалы, мен руым бойынша, мысалы, өзім Ұлы Жүзден Дулат Сиқым тайпасына жатамын. Алайда, мына жерде көріп тұрғаныңыздай плюс деген батырма жоқ, себебі ақпарат енгізілген емес. Ақпарат енгізу үшін жеке кабинетке өтеміз. Бірінші тіркелген кезде сізден сұрайды, осы кішігірім сауалнама болады. Қай жүзге жатасыз, қай руға жатасыз, және де соның ішінде кімге, қай тайпаға жатасыз. Жіберу батырмасын басасыз. Кейін ол ақпарат осы жеке кабинетте пайда болады. Параметрлер бойынша құпия сөзді өзгерте аласыз, және өңдеу арқылы өзіңіздің суретіңізді және жеке деректерді өзгерте аласыз. Ал енді шежіреге қалай жаңа ақпарат енгізу керек екенін көрсетіп шығайын. Мені мына батырмада енгізілген ақпарат болса, мына жеке кабинеттегі мына батырма бойынша жаңа ақпарат енгізуге болады. Шежіреге басасыз. Мына жерде енді өз руым бойынша көрсетіп шығайын. Мені Ұлы жүз. Мына кішігірім плюс бар, және үлкен плюс бар. Енді мен өзімкін ашқан соң, мені кішігірім басып, мені Сиқымның алдында кішігірім плюс жоқ. Және де мен
осы жерде ақпарат енгізгім келеді. Сондықтан мына жерде үлкен плюс батырмасы бар, соған басасыз. Және де осы жерден жаңа ақпарат енгізуге болады. Енді мен оны қазір енгізейін. Жаңа ата-бабаны қосу дейді. Тоқсейіт дейік. Қосу. Мені көріп тұрғаныңыздай, мына жерде кішігірім плюс батырмасы пайда болды. Көріп тұрғаныңыздай, мені Тоқсейіт ата-бабамыз осы жерде сиқымнан соң пайда болды, сиқым тайпасынан. Және келесі ақпаратты енгізу үшін плюсті басамыз. Тағы да плюс батырмасы пайда болды. Көріп тұрғаныңыздай, мына жерде жаңа ақпарат енгізілді. Енді мысалы біз қателік жіберсек, немесе бірнеше ата-бабаны қосқымыз келсе, мына плюсті тағы да басамыз. Себебі осы Тоқсейіт ата-бабамыздан шыққан дейік. Мен бұл жерде тест ретінде жазайын. Себебі қол астымда қазір ақпарат жоқ. Тест 1 дейік. Жарайды. Қосу. Көріп тұрғаныңыздай, міне жаңа ақпарат пайда болды. Енді біз қателік жібердік дейік. Енді қалай бұны алып тастау керек? Мынау өздеріңіз ойлағаныңызда мүмкін осы минусты басып, мына жерде жою және тест деп шығады. Мынау ата-бабаның аты дейік. Окейді басқанда, міне көріп тұрғаныңыздай ақпарат жойылды. Ары қарай жүру үшін осылай барлық ата-бабаны қосып шығу керек. Қосып шығып болған соң, осы ақпаратты модерацияға осы бізге жіберу керексіз. Сол себептен мына жерде 3 енді полоса дейік, батырмасы бар. Осыған басасыз, өтінімді жіберу дейсіз. Осы өтінім жіберуге сізден сұрайды, сіз модерацияны өтініш жібергіңіз келетініне сенімсіз бе деп, окей дейсіз. Және көріп тұрғаныңызда, мына жерде плюс-минус батырмасы жоғалды, жаңа ақпарат енгізе алмайсыз. Алайда мысалы қол астыңыздан тағы да бір ақпарат шығып қалса, тағы да осы батырманы басып, өтінімді қайтарып алу деген батырманы басасыз. Сізден сұрайды, өтінімді қайтарып алыңыз келетініне сенімдісіз бе деп, окей дейсіз. Және көріп тұрғаныңызда, мына жерде плюс және минус батырмалар пайда болды. Енді мен өтінімді жіберу дейін. Осы енгізіп болған соң, модерациядан өткен соң, осы жерде мына басты шежіреде пайда болады ол ақпарат. Қазір көріп тұрғаныңыздай ақпарат енгізілген емес. Мен қазір модерациядан өткізіп, жалпы модерацияны өткіздім. Енді көрейік, ұлы жүз, Дулат, сиқым. Көріп тұрғаныңыздай, мына жерде плюс батырмасы пайда болды. Және де енгізген ақпарат осы жерде пайда болды. Осылай сіз өз ата-бабаларыңыз туралы, өзіңіздің балаларыңыз туралы ақпаратты енгізе аласыз. Және де біздің жобамызға қызығушылық танытқаныңыз үшін рахмет. Егер де сіз біздің жобамызды қолдауыңыз келсе, немесе сіздерде сұрақтар туындаса, осы 2 батырма бар, жобамен бөлісу, жобаны қолдау, және осы астында менің жеке номерім бар. Осы номер бойынша WhatsApp-қа жаза аласыз. Үлкен рахмет.